Элеонора, сізде қандай кәсіп? Так, я не умею управлять бюджетом. 26 миллион жасауға сізге не кедергі болып тұр? Боюсь продавать высокие чеки. Мен наверное жасағанда жоқпын. О-моё, они же смогли, почему я не могу? Клиентская база жоқ. Я не умею управлять бюджетом. Нет цифр по бизнесу, не вижу свои расходы и доходы. Ладно, өзім кірпіте операцияға қайда айта. Они не справлялись. Бизнес разбор жасаймыз. Элеонора, сізде қандай кәсіп? У нас клиника восточной медицины. Бұл клиникамен айналысып жатқанымызға қанша уақыт болды? 7 жыл. Командада қанша адамымыз бар? 7 адам бар. Сізде неше точка қазір? 1 точка. 7 адам. Кімдер бұлар? Так, бір администратор алдық, бір санитарка, 5 маман, менімен 6. Я направляю, они действуют. Сіз врачсыз да? Да. Сізбен 8 адам болып тұр да? Соңғы айда қанша выручка болды товар оборот? 2 миллион жарым. Барлық расходты алып тастайсыз, сонда таза қанша қалады 2 миллион жарымнан? 500-700 мыңның аралығы бар. Сізде получается 20% рентабельности. Қазір біз точка А-ны анықтадық, енді точка Б. Осы бизнесте қандай мақсаттарыңыз бар? Бір күндік табысым 500 мыңнан 1 миллион теңгенің аралығы. Бұл выручка ғой, сіз айтып отырғаныңыз. Выручка 1 миллион теңге болса, бір айға 26 миллион. 5 миллион 200. Осы соңғы айда 2 миллион жарым теңге жасадыңыз ғой. Осы 2 миллион жарымды қанша клиент обслуживать еттіңіз? К сожалению, 10 адам келеді. Жоқ, 10 адам это в день, а в месяц получается 300-500-дің аралығы. Средний чек қандай сізде? 7 мың. Неше услуга бар сізде? 20-ға жақын. Қателесіп тұрған сияқтымын. 15 болсыншы. 7 жылда қанша клиент обслуживать еттіңіз шамамен? 5 мыңға жуық. Клиентский база жүргізесіз ба? Жоқ, ондай жүргізбеймін. Клиентская база жоқ. Это пугает. Элеонора, осы точка Адан точка Б-ға жетуге қандай проблема, кедергілер бар? Так, я только учусь делегировать. Например, это санитарканы, администраторды жаңадан алып жатырмын деп айттым ғой. Аны өзім кіріп кетемін операционкаға қайда айта. Сосын я не умею управлять бюджетом. Қолыма ақша түсті ма, и сразу расходқа, анау-мынауға бәрі кете береді. Мен даже инстаграмды жүргізетін адамға дейін вот осы айда ғана алдым. Оған дейін инстаграмды өзім жүргізіп сөйтіп жүргенмін. Осы 300 клиент келді ғой соңғы айда шамамен. 100%-нан неше пайызы қайдан келгенін айтып бересіз бе? 50% сарафанка, 50% инстаграм. Тағы да точка Адан точка Б-ға октябрь айында 26 миллион жасауға сізге не кедергі болып тұр? Я боюсь продавать высокие чеки. Что хотели, пытались делегировать и почему у вас не получается? Объясни, что тут к чему. Например, біздер бір кездері записке қабылдайтын бөлек ресепшнге қыздар алған болатынбыз. Они не справлялись. Так происходило, что ортада недопониманиялар көп болды, записи дұрыс көп жазбайды деген сияқты. Екінші, не смогла делегировать именно насчет администратора. Потом мен администратор алғаннан кейін енді оған бәріне үйреткендей болдым, бірақ бәрібір андай неуверенность бар ол қызда. Менде точнее к тому, что она не справится к этому. Я вам не верю. И третье, делегировать не қиындау, это бағана инстаграмды беру. Например, мен даже қазір СММ-ге бердім ғой, оның охваттар түсіп жатыр да, и бағана менде уже іште андай не болып жатыр, іште паника болып жатыр, ё-моё, охват түсіп жатыр. Адамдар, уже люди уже сужаются, ертең адам болмай қалады ғой, өйстіп жүріп деген сияқты. Паника, то, что не успеваете обработать клиентов, да? Да. Енді мына жерді айтып берсеңіз, мына жерді мына. Нет цифр по бизнесу, не вижу свои расходы и доходы. Ақша келеді, қайда келіп отырғанын білмеймін. Я их вообще отдаю. Боюсь продавать высокие чеки, то есть здесь в основном консультация, наверное, да? Например, есть услуги, которые за 50 тысяч, за 150 тысяч, за 200 тысяч. Бізге келген пациенттер, я же им курспен назначать етем, плюс еще витаминдер берем, дәрі берем, аны берем, короче, комплексный жұмыс істеймін ғой. Комплексный несі емі бәрі крупный суммаға шығады. Средний от 100 тысяч до 500 тысяч кетіп қалуы мүмкін. Вот соны маған сату мен үшін қиын. Все это очень сложно. Анализ конкурентов соңғы уақыт қашан жасадыңыз? Мен, наверное, жасағанда жоқпын. What? Неге? Анализ конкурентов тек қана СММ бар ғой, сол жасаған. Бізде Атырауда тап менікіндей тағы 2 клиника білеміз.
Олардың енді бір күндік выручкасы 500 мың сондай болады. Мен бана айтып тұрмын ғой, бір күнде 500 мың мен 1 миллион теңге табыс хочу деп. Ол менің қиялымдағы емес. Это то, что они смогли. И у меня такая андай ой болыватыр да. Ё-моё, они же смогли, почему я не могу? Көрдіңіз ба, анализ конкурент жасау керек. Сіз былай қағаз түрде бүйтіп жасамасаңызды да, но сіз ойыңызбенен көріп жатсыз да, олар жасап жатыр ғой 20 миллиондай айда. Я тоже могу дегендей, мименен анализ жасап, примерно көріп тұрсыз былай. Но ол жеткіліксіз, анализ конкурентті прямо детально жасау керек тоже. Анализ конкуренттің 3 түрі бар да жасайтын. Боюсь продавать на высокие чеки. Сіз достаточно мамансыз бұл салада. Сіздің опытыңыз әлде қайда круче. Почему? Потому что у вас в этой сфере 7 лет. Это я вам точно говорю. Посвятили время, жизнь, уақытыңызды, күшіңізді, энергияңызды именно осы салаға. Поэтому вам нужно продавать. Потому что вы не только продаете, а вы заботитесь о людях. Вы помогаете им со здоровьем. Ол қазір сізден алмаса, ол басқа жерге барып, денсаулығын білдіріп алуы мүмкін, немесе басқаша дұрыс емес нәрсе айтып жіберуі мүмкін. Сондықтан вы должны сделать так, чтобы клиент сізден алу керек. Эту заботу нужно показывать. А егерде сізге қымбатқа сату қиындау болса, сіздің орныңызға сататын менеджер керек. Кеттік дальше. Нет цифр. По бизнесу не вижу свои расходы. Есеп. Потому что есеп ешқашан өтірік алдамайды. Есептің түрі бар, Элеонора. Ең бірінші есеп, ол кіріс, шығыс, және де таза пайда. Міне, осылай есептейсіз күніге. Одан кейін клиент жағынан есеп бар еще. Есеп жағынан түсініңіз, есепті барлығын жүргізу керек. А то осылай всегда қайталанып кете береді. Сіз айтасыз, я, мен сияқты жұмыс жасайтын адам таба алмай жатырмын деп тұрсыз, сіз таба алмайсыз ондай адамды. Сразу айтамын. Оны қабылдап алыңыз, болды. Я не стану приукрашивать истину. Сіз сияқты результат жасау үшін как минимум 2 адам керек сіздің орныңызға. И это нужно принять все. Ол үшін сізге вообще полный бизнес-процессті жазу керек. Клиент қалай кірді, клиент қалай шыққанға дейін внутренний кухняның бизнес-процессы, как вообще обслуживать клиента полностью от А до Я. Делегирование деген, айтайын ба, бір сөзбен не ол? Делегирование деген сізге ұнайтын жұмыстар, ұнамайтын жұмыстар. И ұнамайтын жұмыстардың барлығын сотрудникке, көмекшілерге бәріне тапсырасыз, түсінесіз. Главная задача, Элеонора, жазып алыңыз өзіңізге, дәптерге. Главное сіздің задачаңыз бұл стратегия, одан кейін планирование, то есть 3-ші қадам делегирование и 4-й қадам контроль есеппенен. Өйткені есеп бизнесті ешқашан өтірік алдамайды. Элеонора ханым, сұрағымыз бар ма дополнительно? Жоқ. Мен даже кімге қазір қандай тапсырма беретінді өзі ойымда кетіп жатыр. Машалла, керемет. Аллах береке берсін. Өйткені әрекет етсек, Аллах тағала өзінің берекетін береді да бізге. Осымен біздің кездесуіміз тамамдады, аяқталды. Аллах тағала сіздің ісіңізге берекесін берсін. Жасап отырған жақсылықтарыңыз барлығы да еселеп қайтсын. Аллах тағала сіздің ризығыңызды көбейтсін, табысыңызды көбейтсін. Және де сізді осы деңгейден де әлдеқайда әлі алға қарай итермелеп, әлде биік шыңдарға жеткізуін нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермен және де кәсіпкер. Бір жыл аралығында 2000 кәсіпкерге бизнес-разбор жасау арқылы үлесімді қостым. Менің есімім Асхат Сабиров, продюсер кәсіпкермін. Және де орысша аудиториядағы бизнес-разборлар, немесе ағылшын тіліндегі бизнес-разборлар YouTube'да өте көп. Ал қазақ тіліндегі бизнес-разборлар мүлдем жоқ десем де болады. Менің ниетім біздің Қазақстандағы, қазақ аудиториядағы кәсіпкерлерге, әпке ағаларыма, қарындастарыма, інілеріме үлесімді қосу мақсатында осы YouTube каналымды жүргізіп жатырмын. Менің YouTube каналыма подписка жасап, және де осы видеоға лайк басып, кәсіпкер достарыңыз болса, бөлісіп кетсеңіз, нұр үстіне нұры болар еді. Және де дәл өзіңізге осындай бизнес разбор жасағыңыз келсе, описаниеда сілтеме бар, содан өтсеңіз болады.